тағы айтарым, бізде ана түкіші ит құйрығына деген қазақтың мақалы бар ғой. Вот сол енді мына біреу әкімдік облыстың құйрығын, былайша айтқанда қазақша айтпақшы, ит құйрығын, итім бе, күшігім бе, әйтеуір қалалық әкімдікке жүктеп отыр. Өйткені түкіші қалалық әкімдік қала көлігін қадағалайтын. Онда отыр Светлана Гладышева деген. Ол Светлана Гладышеваның фразасы бар. Ол менде видеоға түсіп қалған. Нам русским теперь что, уехать в Россию? Осындай оның сөз бар, Светлана Гладышеваның. Яғни Светлана Гладышева өлсе де қазақ тілін мен үйренбеймін, түкірдім мен сендердің тілдеріне, түкірдім сендердің мемлекеттіліктеріңе, мен солай тек қана оғам. Мен үйренбеймін, мен оданша Ресей Федерациясына кетемін. Так вот, Светлана, кет Ресей Федерациясына. Өйткені мінеки, осы көліктегі қалашындегі қазақ тілі, ол сенің қол астында. Сен Байхановты тіл жөнінде орынбасары Байхановтың. Сенің құзыретіңе тіл жатады. Қаладағы, Керекудегі. Мәдениет, мына ішкі саясат, барлығы сенің құзыретіңе жатады қаладағы. Бірақ та сен өзің мінеки мемлекеттік тілге көз қарасың осылай. Білмек тұр ғой, қарсы көз қарасың. Ол қазіргі жағдайда еселеп адамдардың наразылығын тудырады. Мінеки Гладышева, кет орнынан, Сқақов, мына Гладышеваны, Байхановты бәртарын алып кетіндір. Осы Гладышева да үлкен үлес қосып отыр. Мемлекеттің тілін, ұлттың тілін болдырмауға Светлана Гладышева, Байхановтың орынбасары, зор үлесін қосып отыр.